Павлодардағы мұнай-химия зауытында болған алапат өрттің неден шыққаны белгілі болды. Оқыс оқиғаға қатысты жүргізілген тергеу жұмыстарының қорытындысы бүгін жария етілді. Облыстық индустриялық даму және өндірістік қауіпсіздік департаменті мен еңбек басқармасының мамандарынан құралған арнайы комиссия 10 күн бойы тексеру жүргізген. Нәтижесінде өрттің шығуына кәсіпорын басшылығының кінәлі екендігі анықталды. Жұмысшылар да еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтамаған. Сондай-ақ зауытта оттың тұтануы салдарынан жарылыстың болғаны да расталып отыр. Айта кетейік, 4 қаңтарда мұнай-химия зауытында өрт шығып 2 адамның өмірін жалмаған, ал 3 азаматты күйік шалған болатын. В своей работе данная комиссия изучала. Комиссия құжаттармен қатар кәсіпорындағы бейне жазбаларды да зерттеді. Көзіміз жеткендей өндірістік процеске сұйық газ кіріп кеткен. Кейін өрт болып жарылыста орын алды. Өрт кезінде жұмысшылар цехтың есігін ашуға әрекеттенді, ал желдеткіш мүлде жұмыс істемеген. Құтқару қызметін дереу шақырмады. Бірінші кезекте кәсіпорында технологиялық үрдістердің бұзылуы анықталды.